Нұра ауданының соңындамыз. Қыдеке үшін бір тарихи сәт деп айтсам болады. Ең бірінші рет өзінің туы туралы куәлігін көріп тұр. Ұлытау облысы болғаннан кейінгі уақытта. Және ең қуаныштысы Қыдырәли Болман Нұртай ұлы қылып ауыстырып, Офтың барлығын алып тастадық. Офтың бәрін алып тастадық. Екіншісі Ұлытау ауданы, Ұлытау облысы болып тұрды. Қандай керемет, иә. Құттықтаймын. Өз бөпе сияқты болып тұр міне, туы туралы куәлігін ұстап. Рахмет сіздерге. Нұра ауданының соңы адам, как всегда, көп. Осындай жақсы адамдардың арқасында тез көрімдік беремін ғой енді маған. Әлде сіз маған бересіз ба десем ба? Күшті. Концертке 3 күн қалды. Біздер қазақтар соңғы моментте қозғалатынымыз. Енді ол қанға сіңген қасиет па, білмеймін. Тіпті мына айналамыздағы жақын деген танитын жандардың өзі соңғы күн қалғанда билет іздеуде, бірақ әрине дұрыс орындардан жалпы билет қалмаған. Қыздар, қанша билет қайтарылыпты жалпы? Қайтарылғанның барлығын орны уже толған, уже орын таппай отыр адамдар қазір. Ал жалпы әлі де келгісі келетін жандарға балконнан дедіңіздер ме? Балконнан шамалы билеттер қалған екен. Соны алып үлгеріңіздер деп айтамыз. Ал билет жетпей қалған жандар, жақындар, ренжімеңіздер, иә. Мен өз басым ешқандай билетке қатысым жоқ, шын айтқанда. Сондықтан да қалайсыздар қымбатты менің оқырмандарым, тойдың боларынан боладысы қызық дейміз ғой. Шын мәнінде дәл сондай күйді кешіп жатырмыз. 20 мамыр болу керек концертіміз. Белгілі себептерге байланысты, Қыдекең денсаулығына байланысты 18 маусымға ауысқанын білесіздер. Бұл енді көптеген жандарға ыңғайсыздық тудырғанын да біліп отырмыз. Басқасын айтпағанда жақындарымыздың біразы келе алмайтынын, маусымға басқа жоспар құрғандарын айтып, бірі емге, бірі демалысқа шығатын едік деп жатсыздар. Енді бұйырғаны адамның емес, Алланың қалауымен болады ғой барлығы. Сондықтан да бұйырса әдемі көңіл күймен 18 маусым біз бос концертті өткіземіз. Билет әрине қазір табу оңай емес. Десе де балконнан бір санаулы қалған, қайтарылған билеттер бар екен. Соны алып үлгеріп қалғандар үлгересіздер. Тағы да сілтеме белгілеймін. Ақтөбенің халқы міне үлкен аналарымыз ақ жауапта орнынан тұрып қарқат кетті, бір құрметтеп тұр міне. Қош келдіңіз. Рахмет. Абыройлы, беделді, қастерлі, қасиетті қызы болғай. Амин. Ай, бәрекелді. Қарақат салған қанаттан деген кітабымды Асмираға арнайы алып келіп отырмын. Бұл кітап QR аудиомен ән тыңдайды, нотасы бар, мәтіні бар. Қазақтың тамаша халық әндерін үйренген өнерге жақын қыз болсын. Sırtında fotoğrafı var mı? Kutlu olsun. Менің бір байқағаным, соңғы уақытта қай қалаға бармасам да, сол жаққа бір жаңбыр алып баратын сияқты. Алматы барсам Алматы жаңбыр, Шымкентке барсам Шымкент жаңбыр. Енді қараңыздар, Ақтөбе. Біз ұшып келген уақытта кәдімгі ыстық болды. Кәдімгі таңғалған едік. Міне түс қайта өздеріңіз көріп тұрғандай жаңбыр жауып, Астананың ауа райы сияқты болып тұр. Сондықтан жылы оранып жүрміздер. Жол болсын, апай. Жол болсын. Ағайын құрметті көрермен, біздер 12.000 шақырым машинамен жол жүріп, Аллаға шүкір, 17 қаланың әрқайсысына уақытында концерт беріп, күнде қанша бірақ батырмын десең де жолдың аты ұрып тастайды екен, соғып тастайды екен, суық кеді екен,
небір кондиционерге мінесің ыстық жерде. Соған байланысты мен осындай дәрігерге байланысып, осында қаралып, осында қазір жатым, ем-дом алып, яғни витаминдер, тағы сергітетін, күш беретін дәрумендерді алып, емделіп жатырмын, Аллаға шүкір. Сосын әрбір сайттан көзіме түскені, көзім шалғаны қыдырады. Арбаға отыр екен, бірдеңе жатыр екен, бірдеңе тұр екен деп, әнеуінгі оқиғаны өретіп алып кеткендер де көп болып жатыр. Ешқандай арбаға түскен жоқпын, Аллаға шүкір. Аман есемін, бірақ денсаулықты күту үшін маған 15-20 күн, яғни жаңағы кісілердің небір сайттардың таратып атқан, бүйтіп қалған екен, сөйтіп қалған екен, ол ертең жазылады. Содан ойлай отырып, біз өзіміздің концертімізді 18 маусымға ауыстырайық деп шештік. Күнін ауыстырамыз, яғни. Денсаулықта ол жерде жатқан нәрсе емес қой. Алланың берген нығметі, оған да адал болу керек, оған да қарау керек. Сондықтан да айып етпейсіздер. Сол шамалы уақыттан кейін келесі ай ғой. Соның 18-іне осы концертті қойып отырмыз. Егер де ауыстырып қойып отырмыз уақытын, концерт аншлаг, бүкіл билет алынып кеткен. Егер де оғыны басқа жақ пландарыңыз, жоспарларыңыз басқа болатын болса, онда тикетонға өткізіп, қайтарып алуларыңызға болады. Ал егер де қалам сол концертке барам дейтін болсаңыздар, орындарыңыз сақтап қалуға болады. Бәрі келіскендей. Осыны бір айтайын деп өздеріңізге осындай жағдайда алдыңызға бірінші рет шығып отырмын. Бәріміз де адамбыз, пендеміз. Пенденің басы Алланың добы деген сақтап жүргенде бір Алла, сіздерді сақтайтын да бір Алла. Ешқашан жаман сөз таратпайық шартымыздан. Алла разы болсын. Тыңдап отырған әрқайсыңызға абырой, бақыт, береке тілеймін. Аман болыңыздар. Арман қала Алматы, ықыластарыңызға мың алғыс. Сахнадағы 25 жыл деп ән сапармен еліміздің 17 қаласын аралап, 18-ші қала Алматыда концерт бердік. 18 деген санның өзі жай бір сәйкестік емес сияқты. Ойлап қарап отырсам, менің бал-бұл жанған 18-імнің куәсі Алматы. 18-імде өмірлік серігіммен танысқан екенмін. Жалпы Алматыға мен ойымдағы кішкентай ғана өнерге деген талпынысым, талабымды жаратқан қолдап, 13 жасымда оқуға келдім. Содан бері ойлап отырсам, Алматыда тұрғанымызға тура 18 жыл болған екен. Ал енді қараңыздар, Алматыдан Астанаға көшкенімізге де биыл 18 жыл. Не деген бұл сәйкестік? 18-ші қалада Алматыда концерт беріп тұрып, мен өте бір ерекше толқу үстінде болдым. Себебі осы қала менің барлық өмірімнің ең маңызды сәттерінің куәсі. Оқу оқыдым, диплом алдым.